Елордада бүгін 10-шы қалалық емханада ITV статусында біл атты кең ауқымды акция өтті. ЖИТСтің алдын алу және оған қарсы күрес орталығында қатерлі дерттен сақтану жолдары туралы толыққанды ақпарат беру мақсатында 4-10 қыркүйек аралығында қалалық емханаларда акция ұйымдастырылады. Акция барысында тыңдаушыларға ITV инфекциясының алдын алу шаралары егжей-тегжейлі түсіндіріліп, ITV ЖИТС туралы негізгі түсініктер бойынша ақпараттық білім кітапшалары мен үнпарақтар таратылды. Бүгінгі өткізіліп жатқан акциямыз, іс-шарамыз осы 1-ші қыркүйектен басталып жатыр. Негізгі бұл іс-шараның мақсаты әрбір адам өзінің ағзасындағы осы адамның иммундық тапшылық вирус індетінің барлығын жолықтығын білу әр адамның өзінің міндеті деп есептейміз. Және де келген адам өз еркіне байланысты ерікті түрде біз жаңағы экспресс-тест жасап жатырмыз. Яғни әрбір адам өзінің дәрежесі жаңағы індетке байланысты ағзасында бар жоқтығын 15-20 минуттың ішінде, уақыттың ішінде уже біледі. Сондай-ақ кез келген адам ITV тестін тапсырып 5-10 минут ішінде нәтижесін біле алады. Өзінің ITV статусын тест арқылы тексеру аурудың алдын алу және ем-домды уақытында бастауға жол ашатын ең басты мақсат. Бұндай науқандар біздің қаламызда жиі өткізілетін болады. Аталмыш шара барысында 2000-ға жуық қала тұрғыны тексеруден өтті. Бүгінгі күннің өзінде 200-ден астам адам тексерілді. Шараның басты мақсаты тұрғындардың назарын ITV инфекциясының өзекті мәселелеріне аудару және инфекцияның таралуы туралы қорғану шаралары мен салауатты өмір салтын жариялау және өз денсаулығына жауапты болу туралы білімдерін жетілдіру болып табылады.